Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен хачапури жасап үйренеміз. Ол үшін бізге керегі 1 стакан жылы сүт және жарты стакан жылы су керек. Ыдысымызға сүт пен суды құйып алып, артынан 2 ас қасық қант және жарты ас қасық тұз саламыз. Қантымызды ерігенше араластырып, артынан ашытқымызды салып, 10-15 минуттай тосамыз. Біраз уақыт өткеннен кейін ашытқымыз көтерілгенде үстінен електен ұнды өткіземіз. Керек мөлшерде ұнды салып алғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алғаннан кейін артынан 2 ас қасық сұйық май, өсімдік майын құйып аламыз да, жақсылап сіңгенше тағы да илейміз. Сосын бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше біз салмасын дайындауға көшеміз. Салмасына пияз, қызанақ және бұрыш саламыз. Сарымсақ та қосамыз. Бәрін жақсылап ұсақтап бүріштеп тұрып аламыз. Дайын болған соң қызып тұрған табамызға қуырамыз. Пияз бен бұрыш сарғыш түске енген кезде артынан тартылған етті саламыз. Қуырылып жатқан сәтте қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз, өзіңізге ұнаған дәмдеуіш саласыз. Дәмдеуіштерден кейін туралған қызанағымызды, оның артынан томат пастасын құямыз. Бетін жауып, дайын болғанша күтеміз. Қамырымыз көтерілді, оны 5 немесе 7 бөлікке бөлсеңіз болады. Мен 130 граммнан 7 бөлікке бөліп алдым. Жеті бөлікке бөлгеннен кейін әр нанымызды домалатып, оны жайып шығамыз. Сопақша етіп жайып алғаннан кейін біз арнайы үккіштен өткізілген ірімшігімізді шетіне салып, орап шығамыз. Қалай істегенімді видеода түсіріп көрсеттім. Осылай істесеңіздер болады. Жеті нанымызды да жайып, ірімшікті салып, формасын келтіріп алғаннан кейін үстіне салмамызды салып, шетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градустағы 30-35 минутқа салсаңыздар болады. Салмасын салып, сыртына жұмыртқаның сарысын жағып алғаннан кейін салмамыздың үстіне аздаған ірімшікті сеуіп қоямыз. Біздің хачапурimiz осымен дайын.
тек қана пешке салып пісіру ғана қалды. Егер сіздерге менің каналым қызықты болып жатса, менің түсірген видеоларым ұнап жатса, пікір қалдырып, жазылып, қолдау көрсетсеңіздер болады. Алдын ала рахмет айтамын сіздерге. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Алғашқы үшеуін салып алғаннан кейін қалғандарын да алдағы видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.